Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай дәмі керемет бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші біз суды аламыз. Суға пісте май қосамыз. Тұз. Жылы су болады. Суымыз ыстық болмасын, жылы су болсын. Сосын қант. Суға ертіп аламыз тұз бен қантты. Сосын ашытқы дрожь қосамыз. Барлығын суда ертіп аламыз. Ең соңында ұнымызды саламыз. Бұл рецептпен алдын ала дрожжымызды көтерілгенін күтпей-ақ осылай бірден суға салып, сосын қамырымызды илей береміз. Соның өзінде бауырсағымыз өте дәмді, әдемі болып шығады. Және өте көп ингредиенттерді талап етпейді. Майонез, жұмыртқа, сары май, онда ештеңенің қажеті жоқ. Тек қана пісте май болса ғана болды. Жұмсақ қамырды илеп аламыз осылай. Ұн қанша керек болса, сонша саламыз. Қамырымыз соңында қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығу керек. Қамырымызды илеп болдық. Міне осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр шықты. Енді осы қамырды бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің бауырсағымыз ашып дайын болды. Қазір жаюға ыңғайлығы бірнеше бөліктерге бөліп, жайып, сосын пісіріп аламыз. Міне осылай бөліктерге бөліп, қазір бір-біреулеп жайып шығамыз. Қалыңдығы қатты жұқа болмау керек. Қытырлақ болып қалмау үшін, жұмсақ болу үшін қалыңдығын 0,7-1 сантиметрдей қылып жаямыз. Мына жаққа шүберекті дайындап қоямыз. Сол жерге жайып, кесіп дайындағандарымызды бірінші сол жаққа қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек. Сол кезде әдемі жұмсақ көтеріліп, әдемі болып піседі. Қалыңдығы осындай болса жеткілікті. Енді осыны кесіп шығамыз. Сосын мына жаққа бір-біреулеп жайып шығамыз. Қалған қамырларды да осылай жайып шығамыз. Сосын кесілген дайын қамырларды мына жаққа біраз уақытқа қойып қоямыз көтерілуге. Сол кезде пышный болып, әдемі болып піседі. Барлық қамырды осылай жайып дайындап аламыз алдын ала. Сосын бауырсақтарымызды 10-15 минутқа қойып қойсақ, әдемі болып, жұмсақ болып көтеріліп піседі. Сосын 5 минут қалған кезінде майымызды қойып, жақсылап қыздырып алып дайындай бастаймыз. Табаға майымызды құйып, жеткілікті мөлшерде жақсылап қыздырып аламыз. Сосын біреулеп бауырсағымызды салып көреміз. Жақсы пісіп жатса, сосын ары қарай пісіре береміз. Енді жайлап бауырсақтарымызды салып
пісіріп аламыз. Осылай қызарса аударып ары қарай пісіріп аламыз. Осымен бауырсақтарымыз дайын болды. Бауырсақтың іші толықтай пісіп, міне іші бос болмайды, ал дәмі өте керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рецепті видеоның астында болады.